Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 16 июн бұл? 16 июнда жашыл бұта қылтауыз КГБ формасында 4-кө өзі 4,5-ға 2,5 формасында, ықмасында тарбияланып 2024 жылы тегілген. Бұл 3-ші ашта. Ал азыр жашыл бұта қапталдағы шақтарды бүт алып таштатабыз. Мына қапталдар алдын элек. Қаптал алдын элек болғанда мына ортаға күн кірбестен мына жалбырақтар сарғайып не болып қалды. Ошоны азыр қапталдарды бүт ашып, мынантип сарғайған жалбырақтардың бардығын ашып қойтабыз. Күн кіріп мөмөлі бүчүргө жакшы жатат. Мына шақтарды кеситабыз. Азыр бүт тек кылып, тек шақтарды 3 метрге чейин өстүрүшүбүз керек. Бул бир гана КГБ ыкмасына даяр болгон көчөттөрдү гана кесүү ыкмасы. Кайрадан шактатуу максатында эч кандай кесилбейт. Ошол себептен бул нерсени эмне кылышыбыз керек? Жашыл бутоодо бизде ошо сентябрга чейин капталдан чыккан шактарды кесип алып таштап, мөмөлүү бүчүргө жата турган бүчүрлөргө күн тийгизип, андан кийин ошол тик өскөн форманы 3 метрге чейин чыгарышыбыз керек. Ошол үчүн жашыл бутоодо бир гана ушул маселе болот. Эми мөмөлүү дарактарды качан буташ керек, кантип буташ керек, ошолор боюнча кийинки видеолордо чыгарабыз.